Мен бүгін жапсырма қалтаны өңдейтін боламын. Екі матаны дайындап алдым. Біреуі негізгі қалта тірейтін мата және өз қалтаның өзі. Яғни мен енін 11 қылып алдым, ұзындығын 16 қылып алдым. Және жан-жағына 1 сантиметрден қосып шықтым. Үстінен фрезалин 3 сантиметр салдым және жоғарыдан 1 сантиметрді алып бүктеймін. Және сол жерден строчка жүргіземін, сосын оны тағы бір бүктеймін, тағы бір строчка жүргіземін. Және де соны жүргізіп болғаннан кейін негізгі матаны үстіне қойып, жан-жағынан тігіп шығамын. Неге қалтамыз дайын, осылай шықты.